Құрметті менің көрермендерім, мені көріп отырған оқырмандарым, көрермендерім, және де менің каналыма қосылмаған көрермендер болса, көріп отырған, міндетті түрде менің каналыма қосылып қоюды ұмытпаңыздар. Білгеніммен және де көргеніммен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Менің парақшам Экомама, қазақ қызы. Не үшін Экомама деп сұрап жатырған кей оқырмандарым, көрермендерім бар. Инстаграмыма шығып, инстаграмымды тастап кетемін. Мен тұрмысқа шығып, көптен бала көтере алмай, содан 4 жылдан кейін Эконың арқасында егізді болғанмын. Аллаға шүкір, Алланың арқасы бірінші, екіншіден Эконың арқасында егізді болдым, бір ұлды, бір қызды болдым. Сол парақшамды жүргізіп отырмын. Қазір мен инстаграмымды төменге тастап кетемін. Содан кіріп, мен инстаграмыма кірсеңіздер болады. Қуана күтетін боламыз сіздерді. Енді арайлап атқан таңымызды қалай өткіземіз, денсаулығымызды қалай күтеміз. Бұл әрине бірден бірінші менің денсаулығымды күнделікті күтіп жүрмін. Әдетке айналдырғаным кәдімгі қарапайым қара су, ыстық су. Бірақ су ыстық болу керек. Таңертең тұрамын да, балаларымды балабақшаға апарғанда да мен енді бұны бұрыннан ішем. Себебі балаларым кішкентай болғанда да балабақшаға тұрғызбай жатып, таңертең өзім тұрамын да, осы чайниктегі суымды қайнатамын да, ыстық суды міндетті түрде прям кішкене ғана беріп қана кішкене күйдіретіндей қылып ыстық істеңіздер. Суық су болмасын, жылы су болмасын, ыстықтау болу керек. Ішуге шыдамды болу керек. Соны сіз 1 бокалды бітірдіңіз, 2 бокал. Міндетті түрде 2 бокалды күнделікті таңертең өзіңіз әдетке айналдырыңыз ішуге. Енді басында үйренбеген болсаңыз, әрине бірінші басында 1 бокалдан, содан кейін жайлап қосып, күнделікті таңертең 2 бокал қара суды, ыстық суды ішуді әдетке айналдырыңыздар. Қараңыздаршы, менің бетім қандай таза. Өзім 30-дан асып кетсем де, менің бетімде ешқандай проблема жоқ. Әрине, бұл ішіміздің таза болғандығынан. Сол себептен күнделікті таңертең ыстық суды әдетке айналдырсаңыздар, ішкен тамақ кеңірдектен бастап төменге қарай сіздің ішіңіз, тұла бойыңыз түгелдей тазаратын болады. Және де неше түрлі аурулардың болмауынан жолын кесіп өтесіздер. Қазір енді қазіргі заманда аурулар көп, әсіресе ісік ауруы, рак аурулары бұрын енді болатын, бірақ көп онанда естімейтінбіз. Қазір дейтін тіпті жаңа туған сәбиден бастап еңбектеген қарияға дейін, тіпті осы рак ауруымен алысып жатқан жастарға дейін, жап-жас балаларымызға дейін, қыздарға дейін өте көп. Соның жолын болдырмаудың бірде-бір мүмкіндігі, қыздар, оқырмандар, осыны әдетке айналдырыңыздар. Үзбеңіздер, күнделікті әдетке айналдырып жіберіңіздер. Сонда бұл рак клеткаларыңызды болдырмауына бірден бір көмегі осы. Алдын аласыздар. Және де қан қысымы жоғары оқырмандар, ішіңіздер, қан қысымы төмен болғанда да ішіңіздер, барлығын ретке келтіретін біріншіден біздің ішіміздің, біздің кишкаларымыздың таза болуы болса, әрине ешқандай да ауруды сізге жапсады деп мен ойламаймын. Мен өзіме 30-дан асып кетсем де, бетімде ешқандай да не жоқ, және бұл қартаюдың жолын аласыздар. Қартаюға жол жоқ, тез қартаймайсыздар, ұзақта морщиналарыңыз көпке дейін ұзаққа дейін шықпайды, өте сұлу болып жүресіздер, әдемі болып жүресіздер, және де настроенияларыңыз, көңіл күйлеріңіз өте керемет болып жүреді. Білгендеріңізді бөлісіп отырыңыздар, комментарийға жаза отырыңыздар. Мен де сіздермен білгеніммен бөлісіп, көргенімді айтып отырамын. Айтып отыратының қазақтың қызы мен боламын, қыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, оқырмандар, апайлар, міндетті менің каналыма тіркеп, мені қолдап қойсаңыздар, мен күнделікті сіздермен бар білгеніммен, көргеніммен бөлісіп отыратын боламын. Қазақ бірге болайық, жанашыр болайық, бір-бірімізді ренжітпейік, денсаулығымызды күтейік. Ұттап асықпай ішесіздер. Бірден ішіп қоймаңыздар, және су ішкенде отырып ішіңіздер. Міндетті түрде отырып ішіңіздер. Жайлап, ұттап,
2 бокал суды ішуді әдетке айналдырыңыздар. Әр қазағым ауырмасын.